біздің баламыз Шатлақ. Салам алейкум. Ал мынау Шапөк. Ассаламу алейкум. Балаларым өз қапсындар молодцы. Ал бұл сендердің жұмыртқа бас ағайларың. Жұмыртқа бас емес, тотақ бас сияқты ғой. Ят емес пе, жынсыңдар ма сендер? Ал енді келдер, әпшу беріңдер. Пуманна, сен еще анандайсың ба не? Қандай? Голубой. Жоқ, әкелдер, әпшу беріңдер. Кет нахуй. Жұмыртқам. Өзің әпшіңді өзің ұқала. Соны айтам, біздікін ұқалаудың қажеті жоқ. Ал егер сен авиатор ойнап көп ақша көтергің келсе, онда профильдегі ссылка бойынша өт. А сен білесің ба, бұл ағайда обычный мужиктардағы сияқты 2 жұмыртқа емес, 3 жұмыртқа. Бля, но потолок қоймал. Ёб твой мать. Бар комменталарыңа. Папа тойға кеткен кезде. Бүркіт ана балаларға қарай сал, біз тойға кеттік. Ал мынау ше. Мә, давай. Не ақша бермейді, не балаларының бәрі жексұрын. Бүркіт аға, не бұдында қоясың ба не? Соны айтам, Шатлақ, давай талдырып тастаймыз. Тоқтаңдар, жігіттер, келісейік. Не, тоқта деп айтатындай біз тормызбыз ба не? Шатлақ, ренжіме, бірақ біз реально тормызбыз. Қалай келісеміз? Короче, приз.kz деген жерде конкурс өтіп отыр. Сілтемесі астында. Шапөк, что-то бүркіт аға қуып кеткен сияқты, я? Соны айтам. Короче, давайте вечеринка жасаймыз. Давай, билейміз ғой. Билейміз. Мен қыздар шақыр келейін, жарай ма? Біраз уақыттан кейін. Жеме, ача. Ачар мекча, арақ ішесің ба? Ішем. Жинаңдар бол. Мама мен ұрлап кетсе, инстаграмға тіркеліп кетіңдерші. Алло, сіздің балаңыз бұл. Төйенің сен қайтан зондау керек па елінағын? Алло, кімді іздедің? Жұлдыз бедің? Чайлай, болыңдар шарша кеттің уже. Не керек тез айтшы. В общем, Шатлақ, той сіздің балаңыз біздің құлдығымызда. Енді маған не қыл дейсіңдер? В общем, оны қайтару үшін сендер біздің карточкамызға мынанша ақша салуларың керек. Қанша? 500 теңге. Жо, мен ондай ақшам жоқ. Папаны хотя бы 250 теңге. Жо, ондай ақшам да жоқ. Ендеше біз оны зорлап тастап кетеміз. Жақсы болды ғой, мен сендерге 10 мың теңге салып жерім. Егер де мен